Алла Тағала Құранда айтады, еркек әйелдің киімі дейді. Мен отбасы жайлы айтып отырмын. Еркек әйелдің киімі, әйел еркектің киімі. Екеуі бірін-бірінің киімі. Алла Тағала қандай мысалдар келтіреді білесіз бе? Не үшін киім деп айтқан? Қарасаңыз, сізге ең жақын тұратын нәрсе киім, біріншіден. Екіншіден, сізді сұлу көрсететін киім. Үшіншіден, сізді суықтан қорғайтын киім. Төртіншісі, сізді ыстықтан қорғайтын киім. Сізді шаңнан қорғайтын киім. Кез келген зияннан қорғайтын киім. Түсініп отырсыз ба, жауапкершілік не болып жатқанын? Мына бір киімнің ары қарай не болып кетіп бара жатқанын білесіз ба? Киім. Бірін-бірінің айыбын, денеңізде бір айып бар ғой, сол айыбыңызды жасыратын киім. Бізде қазір жүр ғой, үйленеді, сөйтіп деп, анау анаяқта байын жамандап жүр, мынау анаяқта қатынын жамандап жүрді. Мен мына қазір осы семья жайлы көп айтып жатырмыз ғой. Мен екеуінде, мен еркектің де сөзін сөйлемеймін, қатынның да сөзін сөйлепсем, мен ана қатыныңа құл бол деп отқан жоқпын еркектерге. Еркектерге егер бір нәрсе айтсақ, мен пайдалысын айтқым келеді да. Қараңыз, бір мысалын айтайын. Әйеліңе ұрсасын, үндемей қалады, оттым деп ойлайсың ба? Отылдың. Қараңыз, әйеліңе деп ұрсасыз ғой, кетіп қалады, не істейді? Барады да баланы қырады. Байқайсыздар ма, ана бөлмеге барғаннан кейін, Сүмірай, баланы пытыр-пытыр. Сіздің балаңыздың миын құртып жатыр ғой, баланың психикасын. Бала бекерден бекер сөз естіген бала бар ғой, бол психикасы бұзыла береді. Анадан мейірім көрмегеннен кейінше, болды анау сіздің ақыңызды баладан ала береді да бар. Сөйтеді да жарым бала өсіріп береді да саған. Кім ұтылды? Сіз ұтылдыңыз. Сол үшін семьяларға айтар едім қазіргі жастарға үйленгенше. Үйленесіз ба? Қараңыз, еркектерге айтайыншы. Үйлендің, олар айтады, басында жақсы еді, кейін тілі шықты. Егер де басында алған кезде жақсы болып, кейін жаманға айналса бар ғой, сен кінәлісің. Өйткені жақсыны өзің шығардың тілін. Өзің құрттың. Ал егер басында жаман болса алған, сен кінәлісің тағы да. Неге? Өзің таңдадың соны. Өзің солай таптың. Ешкім кінәлі емес. Қарасаңыз. Әйелдерге де соны айтамыз. Өзің тидің басында. Сен кінәлісің. Көріп тұрсың ғой? Кетіп қалам дейді да. Не істейсің кетіп қалғанда? Сен басында таңдап алғаның мынандай жарым болып шықса, тағы бір рет тауып аларсың мен. Сен таңдап тапқаның мынандай жарым болса, екінші рет барып амал жоқ тигенің қандай болады сенің? Сен, мен ауыр болса да айтайын, қыз кезіңде сен осындай болсаң да, осындай адамға тиіп отырсаң, сені қыз емес кезіңде алған адам қандай болады ол? Ол да амал жоқ алып отқан адам да. Сол үшін біздің қазақ не дейді? Бірінші бақ дей ма? Оның бәрін қой берші. Ең ауырын айтайын. Сен өзіңнің желанияңмен өмір сүргің келеді да, сен маған ұнамайды, болды, кет бар. Анау сен маған ұнамайсың, кетем дейді да. Сенің топастығыңнан бала жетім болып жатыр ғой. Мынаның не кінәсі бар баланың? Екі ортада бұлар ойламайды. Бұлар өзінің рахатын ойлап жатыр да, анау өзінше рахат басқасын тауып алады. Мынау өзінше рахат басқасын тауып алады. Ал ортада қалған мына жетім ше. Бұған не рахат? Бұған қандай рахат тауып бересің? Бұған да кім тауып бересің бұған? Мейірім көрсететін.